Сәлем достар, бүгінгі видеода мен сіздерге өте жеңіл және өте оңай жасалатын, бірақ өте дәмді болып жасалатын торттың рецептімен бөлісетін боламын. Көп уақытыңызды да алмайды, бірақ өте дәмді болып шығады. Ең алдымен 2 жұмыртқамызға 150 грамм сахарды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Осыған 50 грамм мөлшерінде жұмсақ сары майымызды қосамыз. Менде енді қаттылау болып қалды. Осыған 50 мл сұйық май қосамыз. Мен көз мөлшерімен қостым. Жақсылап араластырасыздар. Және осыған 3 ас қасық майонез қосасыздар. Жақсылап араластырғаннан кейін 100 мл сүтімізді осы массаға қосамыз да жақсылап араластырамыз. Және 300-350 грамм ұнды описанияға белгіледім. Өздеріңіздің ұндарыңыздың мөлшеріне қарайсыздар, кішкене қоюлау масса шығуы тиіс. Видеода көрсетілгендей. Осыны табаққа немесе пергамент қағазға жаясыздар да 180 градуста 10-15 минут аралығында пісіресіздер. Кремнің рецебі менде шығады, шыққанда болатын, бірақ заварной кремнің рецебін шығаратын боламын. Тортты құрастырасыздар, өте дәмді болып шығады. Қалған бөліктерінен, крошкалардан бетін сәндеп жібересіздер. Мен сондай-ақ жүзімен әрледім, басқа нәрселермен әрлесеңіздер болады.